Сәлем достар. Біз гостиницадан шықтық та. Гостиницадан жоғары көтеріліп, оңға қарай бұрылдық. Трамвайны көшеге қарай бара жатырмыз. Бүгін Айя София, Голубая мечеть жаққа барамыз. Біз туристический район жақта тұратын болғандықтан көп магазиндер, сусындары өте қымбат. Бірақ осы жерден сусын анауына сатып аламыз. Мынау артында тұр. Бұл жерде ең арзан магазин болып есептеледі. Мынау артында товарлар. Каргомен кетіп жататын товарлар өте көп. Мынау Орда Джаддиси трамвай жүреді. Зейтунбурну, Мертер базарларына трамваймен баруға болады. Айя Софияға, Эминьонуға трамваймен баруға болады. Қане трамвай өтті қазір. Тез келіп тұрады. Әр 1 минут, 2 минут сайын келеді трамвайлар. Міне біз трамвайны центральный көшенің бойындамыз. Мен артында White House деген магазин. Әйелдердің көйлектерін, юбка, костюмдерін сататын үлкен магазин. Біздің көп саудагерлеріміз осы жерден сауда жасайды. Скидка деп қойыпты, 30, 40, 50%. Міне, мынау трамвайны көше. Остановкасы ане тұр. Остановканың аты Истанбул университеті Лалы Ли деп аталады. Tramvayın içi salkın eкен кондиционер істеп тұр. Beyazıt Kapalı Çarşı, Beyazıt Grand Pazar. Bakıyorum bunlara bakın sen yoksun. Bunlar ülkeye paylaşmayı layıkamadı. Beyazıt Kapalı Çarşı, Beyazıt Grand Pazar. Sultanahmet Blumen. Sultanahmet дейміз. Біздің остановка, біз түсеміз Sultanahmet деген остановкадан. Sultanahmet Blumen. Ya Kabataş ve Mutlu'yu elektriğe kalmış var. Айя София Sultanahmet музейі. Айя София алда, Sultanahmet оңға қарай. Туристер өте көп қыдырып келіп жатқандар.
Çaykalar. Su ішуге кеп тұрған ғой бұлар чайкалар. Мынандай суды кеше мен балама аяқ киім алып берген магазинде берген еді, әлі ішкен жоқпыз, сонымен осыны алып шықтым. Қазір шөлдесек ішеміз деп. Бұл жақта бір жақсы жері, магазиннен сауда жасасам, шай, кофе, тәттілермен береді, конфеттермен береді, және обязательно су береді. Клиента ориентированность дейді ондайда. Aya Safiye diyor. Anne Aya Safiye. Mine Sultanahmet. Ana niyese remontavatkan edi o. Turistler öte көп. Немістер, ағылшындар, үндістер, кәрістер. Өте көп. Әр түрлі тілді естуге болады бұл площадьта. Группа болып жүреді, естіп, гидтері алып жүреді, айтып түсіндіреді барлығын оларға. Суретке түсуге болады. Таспа 50 liradan. O da 120 lira ya, bir şey değil. 120 lira ne alın da? 50 lira mı? Ya, suvenirler satатын жерлері көп. İçinde butik-butikler болып тұр. Посуда алып кетуге болады. Олар мынандай көзді көп использовать етеді негізінде. Цифралар. Үйдің сыртына алып қоятындар. Мысыр. İşte Aya Safiye. Холодильнике магниттер. Böyle tepşikeler. Normalde bak yine değiyor arkadan. Tam değiyor. Yanlış gözüküyordu değerli. Открывашкаларда. Біз Лавлы Лиден 15-тен алып жүрген едік, кейбір жерлерде 10-нан. Мына жерде уже 20 лирадан тұр. Туристер көп жүретін болғаннан кейін қанша болса да сатып алып ішеді енді. Мына жақта полицейскийлер тұрады.
көп болуп. Машиналар менен порядокке карап турады олар. Мына тур машиналары. Баяғыда осыдан 3-4 жыл бұрын коронавирустың кезінде енді авиаперелеттер барлығы разрешенный болғаннан кейін осы Стамбулға келгенде бұндай адам жоқ еді, аз еді адамдар. Және де осы полицейскийлердің барлығы масканы таққанын тексеретін еді. Көшеде маска тағып жүру керек болған еді ол кезде. Очередь. Мына жақта өзі осы Сұлтан Ахмет екінші отбасымен жерленген жері зиярат етушілер. Сұлтан Ахмет медресесі артында мешіті орналасқан. Міне Айя София. Туристерге кіретін вход отдельно, мешітте намаз оқитын жері бөлек. Ол жерге туристерді кіргізбейді. Ал мынау реставрация жүріп жатыр екен. Сұлтан Ахмет мешіті. Орысша голубая мечеть деп айтады. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұр. Сұлтан Ахмет салдырған мешіт, соның атымен аталған Сұлтан Ахмет мешіті. Ал мына жақта Айя София соған қарама-қарсы орналасқан. Ал арғы тұрған міне мынау Хюррем Сұлтан салдырған хамам. Хюррем Сұлтан салдырған хамам. Екеуінің ортасында жалғап тұр. Менің артында міне Айя София. Ал мынау бетте Сұлтан Ахмет. Ал біз кеше барған Сулеймания мешіті, ол Сулейман хан өзі салдырған. Хюррем Сұлтан сол жерде мені жерлеші деп өтініш жасаған. Хюррем Сұлтан салдырған хамам. Бұл жерге кешке таман келген кезде светтердің барлығы жап-жарық болып, әдемі болып жанып тұрады. Көрінісі өте керемет болады. Оразада да келген кездеріміз болды. Рамазан айына түскен кезде, сол кезде светодиодный лампочкалар менен ораза мүбәрәк болсын деп жазып қоятын еді мынау Сұлтан Ахмет мешітінің алдына. Сол кезде кешке таман ауызашар уақытында адамдардың барлығы жиналып, алдындағы скамейкаларда отырып ауыз ашады. Ауыз ашап бір-бірлеріне жасайтын еді. Келіп қосылып бірге ауыз ашатын болса, ешкім қарсылық білдірмейді. Мына жақта да сувенирлер көп сатып жатыр. Just 2 minutes you can walk. 2 minutes. 2 pedales. Here. Thank you. Мынау Айя Софияның мозаикасы ішіндегі бар суреттерден жасап қойған. Мұсылмандық қабылданылмай жатқан кезде бұл қала Константинополь болған кезде бұл салынған. Сол кезде бұның ішіндегі мозаикаларының суреттері осындай болған. И ол суреттерді, мозаиканы олар құртпаған, солаймен оның ішінде тұр сақталып. Ол да өзінің бір тарихы болғаннан кейін. Жемеді. Simit жеу керек еді. Иә. Simit. Simit. Мынау ше, мынау не?
Bu sloyka сияқты ғой. Buyurun. Bu qancha bu? Hangisi bunlar mı? Ha, 45 lira. 45 lira dedi. Bak burada yazıyor. Aa, simit. Simit 20 lira. Aa, Çokolat simit 45 lira. 45. Sadeler 20, öbür peynirli çikolatalı 45. Шенкесіз 20 лира дейді, ал шоколадный симит, міне арасы жақып қойған, и сыр жақып қойғандары 45 лирадан дейді. Қайсыны аласың сен? Şokolat peynir. Иә, екеу аламыз ба? Niye? Niye? 90 lira bu ama. Ne? 90 lira. А, бар ма? Шоколад. Екі. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi rahmet. İşte. Şöyle simit atıyordum. Свежий. Иісі күшті шығып тұр. Төрт күн болды Стамбулда жүргенімізге, бірақ әлі симит жеген жоқпыз. Бүгін бірінші рет жеп тұрмыз. Бізге ас болсын. Имененуға бара жатқан трамвайдың жолы тура Айя Софияның қасынан бұрылады. Азан шақырып жатыр жұмаға. Ақшамыз бітіп қалды, 100 лира салып алайық деген едік. Қазір салып аламыз. Nadan alamızsa, nadan alamızsa, nadan alamızsa. Kaysını alamız? Домалақтан аламыз ба? Бәрін бірі уақыт болды, содан қалай. Қаншаға? 200 liraға ма? Иә. 200 lira. 200 lira abi. Tamam. Bundan mı abi? Vay vay. Al bana 200 liralık yap abime. Var mı boş? Arkadaşım. Zeytin koy. Hoş geldin. هذا ما دقنا Abla kalite malzeme. Adat eski. Buyurun. خارج من الهواء Allah bakım olsun. yarım kilo daha verir Karışık mı? Vay vay. سوينا هواء Senin ürün yok mu Dilber? Bundan mı? Abi biz var ya biz. 200 lira alıp gidelim. Иә. Жетеді ал істесе әйтеуір. Alalım diyeyim abi. Para diyeyim abi. Зейтін ғой. Оливки. Әртүрлісі. Еще фаршированныйлар бар ішінде. Перец салынған, лимон салынғандары бар ғой. Tamam, bir saç kalın. Анау чайкалар қарауылдап отыр балықты. Төбеде.
Ya, mына балықтың иісі. Мына балықтың иісіне келіп жатыр ғой олар. Осы балықты жеп кеткісі келіп жатыр. Мынау ассорти. Әр нәрсе қосып тастаған. Мынау да сондай ассорти. İncir. Şişonu incir. احنا قاعدين من حوالي المصاري اجلج منهم اريد عندك مليون وما ينفع Telefonla söylüyorsa. انا ما اريد اخذ انا يا زحد ما تخرجش وانا رسول يدور لي يا وانا الضمان صار 4 نوبات ما فقط لا تقول له تقول له عاد تدرب الاول اريتهم والله وبلا اريتهم Şalgam وما canım. هو وابويا خليهم يتذابحون Kabak. Biraz tuzlu değil mi? Може попробовать Узбекистан, Пакистан. Қазақстан. Можно dedi. Ben не можно dedim ha. عجيب والله ما Ana Galata Башняға 6 жыл болды. Бірақ әлі барған емеспіз. Marina desi. Merhaba. Yes, please. Okay, come in. Ice cream? No ice cream? Kalbime vereyim. Ana kemper videoga түсірейін дейді. Ол продавец болса ice cream аласың ба деп мороженое сата алмай жатыр оған. Біз бүгін Мысыр базарына келген себебіміз кешке таман үйге қайтамыз. Қазақстанға балаларға біраз базарлық алуға келдік. Осыменен бүгінгі менің видеом бітті. Лайк басып, коммент жазып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Ama gelemez.